Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен ең әйелдерге ең керекті гормональный нарушенияны жөндейтін, климаксқа қарсы үш шөп дәріні көрсетейін деп отырмын. Шөп дәріміз красная щетка, сосын боровая матка, ең әйелдерге керектісі, сосын душица. Бұл красная щеткамыз ең керемет дәрі болып, ең керемет шөп дәрі болып. Бұның неге пайдасы бар десеңіздер, әсіресе әйелдерде гормональный бұзылыстар болады ғой. Гормональный бұзылыстар дегенде етеккір уақытында келмейді. Сосын 3-4 айда бір келеді. Біреулерде бір айда 10 күн келеді, 15 күн келеді, бір айда 2 реттен келіп кетеді. Сондайлар болады ғой. Сол жағдайларға мына красная щетка ең жақсысы. Сосын киста, миома соларға жақсы. Сосын екіншіміз боровая матка. Бұл боровая матка дегеніміз ең жатырға ең керекті дәріміз бұл боровая матка. Бұл тура сол недегі маткадан фолликула жарылмай жатыр деп кейбір әйелдеріміз, қыздарымыз жалғызса естіп жатады ғой. Жарылмай жатыр маткамда, фолликула жарылмай жатыр, не істеймін деп. Именно соған осылар жақсы. Сосын душица деген, жұпар гүл бұл. Душица дегеніміз. Исін кереметін ай. Бұл әсіресе душица босанғаннан кейінгі әйелдерге, қыздарға болса етеккір келіп кеткеннен кейін нерв системаны тыныштандырады. Әсіресе стрессте босанған әйелдерде стресстен алып шығатын шөп дәрі, стресс, депрессия болады ғой, оларға жақсы. Нерв жүйені тыныштандырады ғой. Барлығын аламыз. Сосын араластырамыз бәрін. Бәрін кәдімгі араластырып. Бұл әйелдерге ең керемет шөп дәрі. Гормональный, кімде гормональный нарушение бар, соның бәріне жақсы. Кейін көтере алмай жүрген келіншектер болады ғой. Мен көтере алмай жатырмын. Білмеймін, трубада шамалдау бар ма, маткада шамалдау бар деп жатыр. Жатырым төмен екен дейтін келіншектерге де осыны ішуді айтамын. Бұны қалай не қыламыз, ішеміз, қараңыздар. Бір қасық саламыз. Бір қасықтың өзі жетеді. Ыстық суымызды үстіне құйып. Қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Өзі қып-қызыл әдемі шай болады ғой. Бұны ішсеңіздер айта алмаймын, керемет. Тоқтамай бір ай ішетін болсаңыздар, егер жатырларыңызда киста, миома болатын болса, эрозия болатын болса, осыны уақыты-уақытымен азанда бір, кешке бір ішулеріңіз керек. Аш қарынға, обязательно аш қарынға ішсеңіздер, ең керемет сезімде боласыздар. Барлық аурулардан жойыласыздар, Құдай қаласа. Ем болсын, ал